Сіздердің тыңдап отырған бұл күйлеріңіз күйші ақырғыш Қарауыл Әзберген деген Тілеуқабақта батыр өткен. Сол Әзберген Жәнәуіт ханның жарты хандығын тартып алған екен. Қазақтарды билеген Әзберген хан өзінің уақытында Әзберген бағы деген бір бағы болған көрінеді. Соған 9 домбырашыларды жинап салтанат құрған. Ол домбырашылар өздеріңе белгілі Сөнтөре, Қазанғап, Айша, Шүйт Орынбай, Табын Дүкенбай, міне осы сияқты 9 таңлақ домбырашыларды жинап күй тарттырған. Сол күй сайысында Шүйт Орынбай күйбасы деп тартса, осы күйге сірке қондырып тартқан екен Қазанға. Мұның атын күйші ақырғыш деп қойған. Ендігі тартатын күйім домалатпай Ақжелең. Осы топтама Ақжелеңдердің өзі 62 тамыр адамның болса, сол 62 тамырға байланысты қылықтар, әрине жақсылық қылықтар, соған байланысты тәлім тәрбие үшін соны күй қылып тарта берген екен. Мысалы, біздің қазақтарда жаңағы әлгі ойын ойнайды, шымырлауық деген ойын ойнайтын көрінеді. Қасықтың басын жаңағы шымырлауық қылып істеп, шиіріп жібереді тақыр жерге. Сол шиіріп жіберсе, әлгі қолының күші бары пәттірегі көп айналады шымырлауық, ал пәтсізі аз айналады. Мұндағы мақсат келген адамның доспа жаума соның қолының пәтін білу екен, сынау. Міне бір адайдың қыз жағына, адайдың ауылына кетіп бар жатса, сол Қазанғап сол домбырашы ауылға, Құлшар ауылына соғады. Үйірлі домбырашы қыздар бар екен, әйелдер бар екен. Сол бір домбырашы қызға кездесіп домбыра тартсам Қазанғаппын деп өзін таныстырса, Қазанғапты естиміз. Сен Қазанғап болсаң, мына менің қолымда шымырлауық отыр. Сол шымырлауыққа қарап, мен жерге шиіріп жіберейін, сен соған қарап тартшы депті. Міне бұл домалатпай Ақжелең деген содан туған екен. Мына сол домалатпай Ақжелең.
еліне қайтып келе жатса, кешке жақын отырмақтан кейін бір бөлек қыз келіншектер, жігіт желеңдер алқа қотан айдың жарығыменен дөңгеленіп билеп жатыр екен. Ән айтып билеп, алтыбақан құрып тойдың үстінен шығады. Сонда Қазанғап отырып, мынау біздің қазақтың балдары билейді екен. Мына дөңгеленіп билеген бейне мен дөңгелек ақжелең деген күй шығарайын деп. Ақ көйлек киіп дөңгеленіп қол ұстасып билеп жүрген қыз келіншектердің, жігіт желеңдердің қасына келіп, осы күйді тартқан екен. Мұны дөңгелек ақжелең депті. Енді бір ақжелең, Бұраңбел деген ақжелең дүниеге келді. Бұл келу себебі өзінің ұстазы Құрманияздың үйіне сәлем берейін деп барса Қазанғап. Кедей адам енді орамал шаршы сақинасы таусылып та қалған шығар. Сәлем беріп ағасына келгеннен кейін жерде енді жеңгесі өте сұлу адам екен. Жүріс тұрысына, сыпатына жаңа ырза болып, ағама тартуды алып келгенім жоқ, я жеңгеме екі бастан орамалым, я жүзігім болмады. Ойпырма енді жеңгеме арнап күй шашу қылып, осыны күй тартып берейін деп, құрекө жеңгеме арнап тартқан күйім еді. Мынау Бұраңбел ақжелең деген деп жеңгесіне арнап тартқан күй екен. Бұраңбел ол.
қазақтың қай өңірінде де ақжелең бар. Қазанғап бала шаға бағып отырған шаруа кедей адам болған, қабақ руының ішінде. Ал енді ол Қазанғапты Қазанғап қылып дүниеге келтіріп, күйші қылып шығарып жүргенде оның ұстаздары болды. Оның ұстаздары алдында Сөнтөрі, жаңағы Орынбай, Шүйт. Осы мынау Құрманияз деген кісі жемнің бойында. Қаратөс Аймағамбет деген Жақайым руынан. Табын Дүкенбай. Міне осы ұқсаған ұлы домбырашылардан үлгі алып, мынау Төреш деген домбырашы болған ұлы. Содан Қазанғап солармен тарта жүріп, өзі күйші қылатын шеберлікке жетті. Бір жылы астық алып қайтайын деп, Қарағамыс базарына кетіп бара жатып, жолдастарыменен жолшыбай Сөнтөренің ауылын көреді. Мен төреге сәлем беріп өтейін деп, жолдастарынан түйесін беріп жіберіп, қалып қояды да, үйге келсе, төре жоқ, далаға шығып кеткен екен. Үйге кіріп отырады. Келіншек, келін жүр екен. Қажы деген баласының төренің келіншегі екен. Сабаға пісіп қымыз құйып береді. Жолаушы қымыз ішкесін кету керек еді. Қымызды ішіп, ол кетіп кетті. Арқасын сүйеп, босағада отырды да, төрдегі тұрған домбыраға көзі түсті. Ай қарағым, мен бір жолаушы едім. Ана бір домбыраңды, төренің домбырасын маған бере тұруға бола ма дейді. Келін, ойбай атам менің домбыраны жаңа келтіріп тартып қойып еді. Кеше қыласын деп ұстатпайды ешкімге. Өзі тартады деді. Өзінен ұлсатсыз мен бере алмаймын ғой дейді. Әй көріп берейін қарағым, мен тартып отыратын адам емеспін. Домбыра ойы өте әдемі екен, әсем домбыра екен. Көрем де берем дейді. Енді үлкен кісіге қатты қайырым қайтып айтып ататын бұрынғы әдет ғұрып жоқ. Онда тартпасаңыз алып берейін домбыраны деп қол жалғады. Келіп тұрған домбыраны алғасын Қазанғап шыдай алмады. Ай әттен дүние-ай. Бұ да күйші, мен де күйшімін ғой. Ездеспедік, енді шерім тарқатып кетейін деп, ішіндегісін көкейге түскен көңілін тартып атқан көрінеді. Көкілдеді. Сөнтөре тыңдап тұрып, далада келіп қалған екен, күй аяқталып болғасын ішке кіріпті. Ассаламу алейкум деп ішіктір көліп сәлемін берді. Домбыраны қоя салып, сәлемін алды да, ай Қазанғап боларсың, көкейдегіңді көкілдеттің ғой жолаушы, жоғары шық депті Сөнтөре. Болсақ болармыз депті. Енді осы мына топтама күйде сол Сөнтөре мен Қазанғаптың арасындағы болған күйлерді баяндап тартып берейін. Әлге Сөнтөре үйге кіріп келе жатқандағы Қазанғаптың көкілдетіп тартып отқан күйі мынау көкілдің күйі деген.
өте қатты тарттың ғой сен. Ашынып тарттың ғой. Сол көкілді мен тартып берейін енді деп жаңа сөндірі өзінің тартқанын тартып. Аралап кетті, арасы біраз уақыт болып қалды. Япмай енді күй сайысы болып кетіп, екеуміз көп отырып қалмасақ болар еді. Менің ана түйелерім кетіп қалды ау. Жолаушылардан қалып қойдым ау мен. Енді қайтем деп, іштей қынжылып отырады Қазанғап. Сөйтетті төрі жаңағы көкілдің күйін өзінің тартуында тартып бере салған бойда Қазанғап екінші күйді ысырма деп бастайды да бере салады. Төреға енді мына күйімді тартып көріңіз деп. Бұрын дағдыланбаған домбыра қолына түсіп кетеді. Ай, бәрекелді ай Қазанғап ай, осындай шеберлігің бар ғой, болмаса менен тартқыш емес екенсің дейді төре. Ал енді жөн-жосағыңды айт дейді. Сол жөн-жосағына келгенде Қазанғап айтады, мен балақамы астыққа кетіп бара жатыр едім, жолаушылардан қалып қойдым, сізге сәлем берейін деп келіп едім деген жағдайын айтады. Кетейін деп едім, ұлықсат бер деді. Саған ұлықсат жоқ, ол түйеңді алдырамыз, қасыма отырасың, түйең жүктеп берем, осында бол деп. Қазанғап сол үйде 15 күн болған екен. Сол Қазанғаптың жаңағы ысырма күйі мынау.